Рамазанның әр түні дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Рамазан айының әр түні ауыз ашар сәтінде бір құбылыс жүзеге асады дейді. Ол қандай құбылыс? Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, Алла тағала белгілі бір құлдарын тозақтан азат етеді дейді. Мысалы, дәл қазір осы уақытта Алла тағаланың тізіміне бір қатар құлдар ілінді, тозақтан азат етілді деп. Бірақ біз білмейміз, мен іліндім бе деген нәрсе. Осы қарапайымдылық, мен іліндім бе, ілінбей қалсам қайтем деген қарапайымдылық бізде өшіп қалған. Бізде тәкаппарлық ұрып тұр. Кірдім дегендей мінез бар бізде. Неге пайғамбарымыз ауыз ашар сәтінде осы Рамазанда неге былай айтпайды? Жәннаттың тізіміне кіргізілетіндер жазылады. Неге жәннатты айтпайды? Неге тозақты айтады? Өйткені жәннат, сіз оны күнде сұрайсыз. Жәннатты сұрай баруыңызбен біз босап кетеміз көп. Ал тозақтан сақтану дұғасы сізде жиі болса, сіз ешқашан босамайсыз. Мысалы, Рахманның құлдары деген Фурқан сүресінде Алла тағала Рахманның құлдарын баяндайды, сипаттарын. Олардың бірнеше күндізгі сипаттарын баяндап келіп, түнгі уақыттағы бірақ дұғасын ғана айтады. Бір ғана дұғасын айтады, олар түнде көп дұға жасаса да Раббысына. Түнгі намазда. Сонда ойлаңыздар, қандай дұға? Роббана сриф анна азаба жаханнама, инна азабаха кана ғарама. Раббымыз бізден жаханнамның азабын аулақ қылшы. Шынымен де оның азабы өте ауыр ғой. Олай болса тозақтан сыйыну. Егер тозақтан құтылатын болсақ, оның ар жағы былай да жәннатқа қарай құтылу деп аталады. Сондықтан біз бен жәннаттың арасында тұрған нәрсе тозақ. Ал осы тозақты осы Рамазан айының әр түніне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маңыздылық қылып байлап отыр. Әр түні азат етіледі, әр түні азат етіледі. Біз бен сіздің ар жағындағы осы оразадағы қуана алатындай қол жеткізу сәтіміз, шіркін сол тізімге ілінсем ғой мен бүгін. Егер ол тізімге іліну менің таңертең сәресінен бастап ниетімде болса, мен сынбайым ба онда күндіз? Мен сынып жүрем ғой. Менің мінез тұрғысынан да, жүріс тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да сынған болам ғой Аллаға. Сол тізімге іліктіріп жіберсе екен деп.